Сәлеметсіңдер ме тыңдармандар? Бүгін біз бұлттар туралы айтатын боламыз. Бұлттардың түрлері. Күміс бұлттар қайда кездеседі? Бұлттардың неше түрі бар? Осы туралы ақпарат беретін боламын. Видеоны соңына шейін көріп, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сонымен бұлт дегенде біз қандай анықтама бере аламыз? Бұлттар деп атмосфера ішіндегі конденсация бөлшектерінің, яғни тамшылар мен кристалдар жиынтығын айтады. Олардың көлемдерінің кішкентайлығы сонша ауырлық күші әсер етпей, ауада қалқып желмен ғана ығысады. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы азайса, бұлттар буланып жоқ болады. Ал керісінше ылғалдылық өсетін болса, бұлт бөлшектері өсіп, бір-бірімен қосылып, ауырлап, жауын-шашын ретінде төмен түседі. Осы жағдайлар жер бетіне жақын ауа қабатында қалыптасатын болса, онда тұман түзіледі. Бұлт пен тұман арасында ешқандай айырмашылығы жоқ. Мысалы, таудың баурайындағы бұлт сол жердегі адамға тұман сияқты, ал тау етегіндегі адамға бұлт сияқты көрінеді. Бұлттардың байқалу уақыты 10-15 минут ғана болғанымен, бұлт түзілу процесі өте ұзақ уақыт байқалады. Бір бұлттар пайда болып жатқанда, екінші бұлттар буланып, жойылып жатады. Жер бетінде бұлттардың 6000-нан астам түрі бар. Бұлттардың ішінде ең көп зерттелгені 10 шақты бұлт қана. Олар шарбы будақ бұлттар, биік будақ бұлттар, қабатты будақ бұлттар, қабатты жаңбырлы бұлттар, қабатты тұман тәрізді бұлттар, будақ бұлттар, будақ жаңбырлы бұлттар. Егер біз бақылаушы болып, экспедицияға не болмаса саяхатқа шыққан кезде бұлттарға анықтама беретін болсақ, онда белгілі бір ережелерді білу керекпіз. Мысалы, бұлттылықты жалпы 10 балмен есептейді. Егер аспанды толық бұлт торлап тұратын болса, онда 10 бал береміз. Егер жартылай ғана адамның көзіне көрінген аспанда, яғни жартылай ғана бұлт болатын болса, онда 5 бал береміз. Егер жалпы жоқ болатын болса, бұлт аспанда, онда 0 бал беретін боламыз. Біз кейде бұлттардан әртүрлі оптикалық құбылыстарды байқаймыз. Олар пайда болу себебі күн сәулесіне және бұлттардың құрамына байланысты болады. Күн сәулесі бұлтқа келіп түскен кезде, онда шағылысу, күн сәулесінің сынуы, дифракция сияқты құбылыстар болады. Осындай процестерге байланысты мынадай оптикалық құбылыстар пайда болады. Олар ең бірінші біздің байқайтынымыз кемпірқосақ, гало, жалған күндер, вертикальды сәуле бағандары, горизонтальды шеңбер, тәж, глория деп аталатын оптикалық құбылыстар бар. Ең танымалысы біздің көбіне байқайтынымыз ол кемпірқосақ. Кемпірқосақ қалай пайда болады? Ол сулы бұлттарға күн сәулесі тікелей түскенде жылы мерзімде жиі байқалатын құбылыс екен. Кемпірқосақ байқалатын бұлттардың түрі қандай? Олар будақ жаңбырлы бұлттарда көбінесе болады екен. Оның ірі тамшыларында күн сәулесі сынып, шағылады да спектрлік түстерге бөлінеді. Кемпірқосақты кейде су сарқырамалары, фонтан маңында, ұшпа тамшыларында байқауға да болады. Келесі гало. Ол ашық түсті, күн немесе ай айналасындағы шеңбер. Кейде сәл түрлі түсті болады. Кристалды, жоғары деңгейі бұлттарында көбінесе шарбы қабат түрінде байқалады. Оптикалық құбылыстардың ішінде жалған күндерде болады екен. Ол кәдімгі күннің екі жағында, сол деңгейде екі жалған күн көрінеді. Бұл құбылыстың жағдайы да гало жағдайына ұқсайды. Келесі біреуі вертикальды сәуле бағандары. Ол түссіз сәуле бағандары күн, ай немесе түнде жарық шамдары тұсында байқалатын құбылыс. Ол үшін атмосферада бу кристалдары болу қажет. Яғни қыста аязды, желсіз әрі ылғалды ауа райында көрінеді. Горизонтальды шеңбер. Ақ түсті күн немесе ай ортасынан өтетін, көкжиек сызығынан параллель сәуле сызығы. Пайда болу себебі күн сәулесі ауадағы су буы кристалдарының вертикальды қабырғаларынан шағылып, өзі сәуле шашады. Келесі бір оптикалық құбылыс, ол тәжі деп аталады. Тәжі жұқа сулы бұлттарда, яғни көбінесе биік будақ бұлттарда кездеседі. Күн немесе ай айналасындағы тәжі тәрізді шашыраған сәуле шеңбері. Бұл құбылыс кейде тұманды ауа райында, жарық шамдар айналасында да байқалады. Тәжінің тісі көгілдір немесе сұрғылт тартады. Пайда болу себебі өте ұсақ тамшыларда сәуленің дифракцияға ұшырауы. Келесі бір оптикалық құбылыс ол глория деп аталады. Ол бақылаушының айналасындағы түрлі түсті тәжі тәрізді шеңберлер. Ол үшін бақылаушыға күн сәулесі түсіп,
көлеңкесі күнге қарама-қарсы орналасқан бұлтқа немесе тұманға түсу керек. Мұндай жағдайда көбінесе тауда байқалады. Глория құбылысы кейде ұшақтан, аэростаттан да байқалады. Бұлттардағы оптикалық құбылыстардан бөлек, бұлттарда тағы да бір ерекше құбылыс бар. Ол электрлік құбылыстар. Бұлттар мен тұмандар тамшылары көбінесе электрлі зарядталған болады. Әдетте бұлттар ішіндегі тамшылар бір зарядты болады, бірақ 25% бұлттылық жағдайында бұлттар ішіндегі зарядтар екі зарядты болады. Бұлттар өте күшті электрленсе, яғни бұлттар ішінде немесе арасында электрлік потенциал айырмашылығы өте үлкен болса, өріс кернеулігі күрт өседі екен. Найзағай тұсындағы ауа лезде және өте қатты қызғанынан тез кеңейеді. Содан соң жарылыс толқыны пайда болып, ол күркіреу дыбысын тудырады. Яғни бұлттардың күркіреуі. Найзағай бірнеше километрге таралады, ал потенциал айырмашылығы 100 миллион вольтқа, найзағайдағы тоқ күші 10 мың амперге жетеді. Секунд бөлігінде бір найзағай электр бірнеше кулонын тасымалдайды. Найзағай атмосферада көптеген импульстер түрінде, яғни иондардың көп жиналған жермен қас қағым сәтте тарамдалып жылжиды. Енді бұлттарда ерекше бір бұлттың түрі кездеседі, ол күміс бұлттар. Күміс бұлттар мезосфера қабатында кездеседі. Мезосфера ол ауа қабатына жатады. Яғни стратосферадан кейінгі 80-85 километр биіктікте таралған ауа қабаты. Мұнда мезосферада турбуленттік араласу өте қарқынды жүреді. 75-90 километр биіктікте сирек байқалатын осы күміс бұлттарды аңғаруға болады. Олар мұз кристалдарынан тұрады. Осы биіктіктегі атмосфералық қысым жер бетіндегі қысымға қарағанда 200 есеге кем болады. Табиғатта біз білмейтін тылсым күштер өте көп. Оны зерттеп білу өзіміз үшін өте маңызды. Сондықтан каналыма лайк басып, маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.